Аймақтағы су қоймаларында жылдағы дәстүрге сай судағы тіршілік иелерін қорғау шаралары басталды. Басты мақсат өзен көлдерде ойықтар жасау арқылы балықтарға оттегін жіберу. Облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аймақтық инспекциясы мен табиғат қорғау басқармасы мамандары мұрындық болған шараға студенттер де атсалысты. Мұз оятын құралдарынсыз балық қорғаушылар өзен көлдерге аттап баспайды. Өйткені мұз қабаты қаңтар ақпан айларында қалың екендігі баршаға аян. Осыған байланысты судағы балықтарға оттегі жетіспейтіндіктен жаппай қырылу қаупі туындайды. Биылғы қыс маусымында алғашқы рет ұйымдастырылып отырған акцияға тиісті сала мамандарымен қоса студент жастар да қолғабыс етуде. Бүгінгі таңда мұздың қалыңдығы 45 сантиметрден, кей жерлерде 80 сантиметрге дейін барады. Мамандарға 1 гектар аумаққа 50 ойыққа дейін қою міндеттелген. Қыс мезгілінде қардың қатты қалың жауыннан балықтар тұншығады. Сол балықтардың тұншығуына қарсы оттегін беру үшін біз осындай іс-шараларды жұмыстанамыз. Қазіргі уақытта Батыс Қазақстан облысындағы ауылдық округтермен осы іс-шара бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Және де облысымыздың тұрғындарын осы іс-шараға атсалысуын шақырамын. Акцияға Оралдағы оқу орындарының табиғат қорғау саласында оқып жүрген жастар өкілдері ұстаздармен бірге көмек көрсетуде. Жыл сайын осы аталмыш шараға, яғни балықтарды құтқару акциясына біздің Батыс Қазақстан инженерлік технологиялық колледжі балық шаруашылығы мамандығының студенттерімен, жетекші маман, арнайы пән оқытушыларымен бірге жыл сайын келіп қатысамыз, атсалысамыз. Бұл шараның маңыздылығы зор, себебі балықтарды оттегімен қамтамасыз ету, су астындағы, мұз астындағы мұздың қалыңдауына байланысты судың астындағы микроорганизмдерге қажетті оттегімен қамтамасыз ету өте маңызды болып саналады. Біздің мақсатымыз осы балықтардың мұз ойып, балықтарды ауа беру, қамыс салып тұрамыз. Қыс маусымында балықтардың жаппай қырылуына жол бермеу мақсатындағы шаралар наурыз айына дейін жалғастырылмақ. Өңірімізде 170-тен астам су қорлары бар болса, бұл акциялар аудандарда да өткізілуде. Әр ауылдық округтердің әкімдері бас болып шараларды ұйымдастыру міндеттелген. Ұлықпан Елеу, Нұрлан Едеров, Алтынбек Қабделов, Ақ Жайық телеарнасы.